في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. Өзіңіз бір көз алдыңызға мына оқиғаны келтіріп көріңіз. Пайғамбарымыз алейхиссаламның өзі күндердің бірінде Абу аль-Мунзир Убай ибн Кааб құзырына барып: "Ей Убай, Аллах тағала маған саған барып Құран оқып беруімді бұйырды" деді. Убай радиаллаху анху таңданып: "Ей Аллахтың елшісі, Аллах тағала менің атымды атады ма? Әлемдердің Раббысы менің есімімді саған айтты ма?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам "Иә" деді. Убай радиаллаху анху өзін ұстай алмай Аллахтың құзырындағы бұндай мәртебеден жылап жіберді. Бауырлар, бұндай мәртебені сезінейік, осы ұлы Құранды жаттауға ұмтылайық, жаттауымызды бұдан да көбірек арттырайық. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. في عهد عثمان رضي الله عنه Осман радиаллаху анху дәуірінде түрік қауымы, көптеген түрік тайпалары исламға кіріп, Аллах жолындағы жихадқа қол ұштарын берді. Соның нәтижесінде ислам діні солтүстік аймақтарға көбірек тарқалды. Оның соңы Мұхаммед Фатихтың қолбасшылығымен Константинопольдің құлауына алып келді. Сөйтіп Түркия Осман халифатының тұрақты орталығына айналды. Ислам діні ол жерде үстемдік етіп, кең көлемде жайыла бастады. Осылайша ислам халифаты 8 ғасыр бойы жалғасып келді де 1923 жылы Мустафа Кемаль Ататүрк таманынан Түркия республикасы деп жарияланды. Содан бастап Ататүрк араб тілін, азан айтуды, дін істер министрлігін бекер қылды. Адамдарды Құран кәрімнен алыстатуға көп әрекет етті. Алайда Құран Аллахтың кәләмін жаттаушылар жүрегінде сақталып қалды. Ал бүгінгі таңда Түркия ислам мәдениетін сақтап қалған алдыңғы қатарлы мемлекеттердің біріне айналды. Сол үшін осындағы қарылармен кездесу мақсатында Түркияға келген болатынбыз. Мәшаллах, біз мұнда Құран жаттауға деген талпынысты, Құранға деген құрметті көрдік, және балаларына Құран жаттатудағы керемет ықыластарын байқадық. Сіздер де оларды көріп тамашалаңыздар. بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. نحن الآن Біз қазір Стамбулдағы Сұлтан Салим атындағы мешіттеміз. Бұл жерге Құранды жаттап бітірген шәкірттерге берілетін ижаза беру рәсіміне әрі марапаттау салтанатына қатысу мақсатында келдік. Олар Құранды бітірген күні бірге жиналып, мереке ретінде атап өтеді екен. Құрануна нурун мубин лил'абидина мадас-синин нурун а'ла нурин лана. Біз Құранды түгел жаттаған кейбір шәкірттерден камера алдында емтихан алып көрдік. واختبرناهم أمام الكاميرا. Шейх, бастайын ба?
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بارك الله فيك. شكرا فيك. الله يبارك فيك. Өзіме не болғанын білмедім. Құран оқу әдісін көріп, әріптерді шығарудағы қиналысын көріп, өзімді ұстай алмадым. Солай болса да, махражы, әріптерді өз орнынан шығаруы өте керемет. Сол жерде біз әр балаларымыз Құранға өте немқұрайлы қарайтынымызды сездім. Аллахқа қасам, бауырлар, мен мұнда Түркияда араб тілінде сөйлесе алмаса да, Құран жаттап отырған адамдарды көріп, шынында да Аллах бізге өз нығметін асыра төгіп бергенін сездім. Ойлап қарашы, Түркиядағы Құран жаттайтын қарлар араб тілін білмейді. Егер олардың бірі Құран жаттамақшы болса, бір жыл отырып араб әріптерін үйренеді. Соң Құранға қарап, қалай оқу керектігін үйренеді. Сосын бір жылдан кейін Құран жаттауға кіріседі. Біздің жағдайымыз бұдан әлде қайда жеңіл емес пе? Тіпті олар 1 жыл, 2,5 жыл немесе 3 жылдан соң Құранды жаттап шықса да ештеңе түсінбейді. Оның күйі бейне бір балабақшаға барған балаға ұқсайды. Құл хуаллаху ахад, альхамдулиллахи раббил аламин деп жаттасаң жаттап алады. Бірақ бұның мағынасы жайында сұрасаң ештеңе білмейді. Ал бұлар 30-40 жаста Құран жаттап алған. Бірақ араб тілін білмегеннен кейін еш нәрсе түсінбейді. Мысалы, сен атаңнан не әжеңнен немесе оқу жазуды білмейтін біреуден оқып жатқан аяттарының мағынасын сұрасаң, мағынасын біледі. Альхамдулиллахи раббил аламиннің мағынасы не? Құл хуаллаху ахадтың мағынасы не де біледі, саған жауап береді. Құраннан емтихан алып көрейін бе? أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Машаллах. Siz әке орнында ұлыңыздың Құранды аяқтағанына қандай сезімдесіз? Çok güzel duygular. Yani anlatılacak bir his değil yani açıkçası.
Бізді тамашалап отырған құрметті бауырлар, сіздер көріп тұрған Құранды жаттап бітірген бұл қарылар мүлдем арабша сөйлей алмайды. Енді осы кездесуден кейін қазірден бастап қадірлі ата-аналар, балаларыңызды Құран жаттауға ынталандырыңыздар. Әлбетте бұл Аллах тағала тарапынан болған үлкен мейірім, фазилет. Фатих аймағында орналасқан Дарул Фунун деп аталатын шариғи білім ордасына келіп тоқтадық. Ол жерде бізді өте жылы қарсы алып, бізге тәтті тағамдар мен ауызашар берді. Өзара бір-бірімізбен тәжірибе бөлістік. Әдемі қирағаттар тыңдадық. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Біз ол жерде бізді өзінің әңгімесімен және Құранды жаттауға деген ерекше ықыласымен таң қалдырған осы медресенің бір ұстазымен кездестік. Ол қары Мұхаммад Али еді. Шейх Мұхаммад Али, сіз Құран кәрімді кәміл жаттағансыз, бірақ Құран жаттау жолындағы хикаяңыз басқалардан өзгеше. Әрбір мемлекетте Құран жаттау үшін арнайы орталықтар бар. Мысалы, сіздерде Албанияда да Құран жаттау үшін арнайы орталықтар бар. Бірақ сіз Құранға махаббатыңыз себепті Құранды жаттау үшін екінші мемлекетке сапар шеккен екенсіз. Осы жайында әңгімелеп берсеңіз. Альхамдулилля, мен 1986 жылы Албанияда туылдым. Албания коммунизм жүйесімен басқарылып келген ел. 50 жыл бойына дінге, мешіттерге тыйым салынып келді. Бұл залым режим тарапынан көптеген уламалар өлтірілді. Сөйтіп, 1992 жылы Албания өз тәуелсіздігіне қол жеткізді. Альхамдулилля, сол кезден бастап қазірге дейін көптеген мешіт медреселер ашылды. Ұстаздар дәріс беріп Құран жаттатып келеді. Бұдан алдын отбасым ислам жайында ештеңе білмейтін еді. Сіздің отбасыңыз ба? Иә, біз Аллахты Раббымыз деп, Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламды пайғамбарымыз деп қана танитынбыз. Бірақ солай болса да үйімізде арақ ішілетін еді, музыка тыңдайтын едік. Бұл күнәлардың бәрі сіздің үйіңізде болатын бе еді? Тіпті Құрбан айты және ораза айтында да айт мейрамы құрметіне арақ ішетін едік. Әлбетте бұл надандық жахилиет еді. Құран кәрім менің үйімде 92 жылдан 97 жылға дейін тұрса да, бір мәртеде оны ашып көрмеген едік. Тек береке үшін іліп қоятын едік. Кейбір мұсылмандар міне осылай Құранды сақтап қояды да, оны ашпайды. Жұмыс орнында да, қонақ бөлмесінде де, басқа бөлмелерде де Құранды көресің, бірақ оқымайды. Аллах тағала маған әрі әкеме хидаят беріп тура жолға салғаннан кейін, әкем албан тілінде Құран оқи бастады. Мен 17 жасқа келгенімде Пәкістанда өте жақсы Құран жаттатады деп естідім. Бізде де Тиранада медреселер бар болатын. Бірақ менің көңілімнен шығар медресе таба алмадым. Сосын әке шешеме Пәкістанға сапар шегетінімді айттым. Құранды жаттау үшін Пәкістанға. Алғаш рет сапарға шықтым, 17 жасымда. Аллахқа қасам, өте қиын болды. Яғни біріншіден бұл алғашқы сапарың, екіншіден жасың кіші, 17-десің. Сонымен қатар ұлы әрі көркем мақсат үшін, яғни Құран жаттау үшін кетіп барасың. Аэропортқа барғанымда анамның қатты жылап тұрғанын көрдім. Бұның бәрі Құранға деген сүйіспеншілігінен ба? Иә, бәрі де сол себептен. Қазір біздің бағдарламамызды тамашалап отырғандардың көпшілігі араб тілінде сөйлей алады.
Бірақ біздің ішімізде қайсы біріміз бізден де басқа араб тілінде сөйлей алмайтын, Құран жаттауға талпынатын, бізбен бірге бір сапта тұрып, 5 уақыт намаз оқығылар келетін басқа да мұсылмандар бар екенін ойлап көрді екен. Аллах тағала Құранда бізді жақсы көретінін мәлімдеп, бізге ескертіп былай дейді. Аллах тағала айтады: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Сөзсіз, Құранда иман келтіргендер үшін мейірім әрі ескерту бар. Оларға оқылып жатқан кітапты саған түсіргеніміз өздеріне жетіп аспай ма? Аллахқа қасам, бауырлар, бұл араб тілі Аллах тағаланың бізге берген ұлы нығметі. Мен бұны осы жерде сезіндім. Бұл біздің пайдамызға емес, керісінше бізге қарсы куәлік болады. Сізге Құранды жаттау оңай, ешқандай қиыншылықты білмейсіз. Ал олар қалай қиналады? Аллах тағала пайғамбарына не деп айтқанына құлақ сал. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. Құранды сіздің тіліңізге оңай, жеңіл қылып қойдық. Араб тілі Аллах тағаланың біздерге берген нығметі. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن